Қазақ лексикасы да кафедрада жақсы зерттеліп жатыр. Оның ішінде ең бірінші Берікбай Сағындықұлының қазақ лексикасы дамуының этимологиялық негіздері деп аталатын монографиялық зерттеуі қазіргі таңда әлемдік деңгейде жазылған, әлемдік деңгейде өзіндік теория айта алған зерттеу ретінде бағаланып жүр. Одан бөлек Гүлдархан Нұрғазықызы Смағұлованың фразеологизмдердің көп мағыналылығы мен синонимдік қатарлары туралы жазылған ғылыми зерттеулері де қазіргі қазақ оқырмандарына, қазақ студенттеріне таныс, белгілі жазылған ғылыми зерттеулер. Монографиялық деңгейде жазылған қазақ тілінің сөз жасамы, қазақ тілінің морфологиясы туралы жазылған еңбектерде қазір біздің республикалық деңгейде студенттердің қолында жүр деп айтуымызға толық негіз бар. Кафедрада қазақ фонетикасының зерттелуіне де іргелі үлес қосқан ғалымдарымыз бар. Соның ішінде ерекше айтарымыз филология ғылымдарының докторы профессор Мырзабеков Сапархан ағайдың айға болып айтпай ағайларымыздың ғылыми зерттеулерін ерекше атауымыз керек. Бұл кеңес кезеңінің өзінде Ахмет Байтұрсынның жолын нұсқаған, жолын ұстаған ғылыми зерттеулер болды. Әсіресе Сапархан аға Мырзабековтың ғылыми зерттеулерінде қазақ фонетикасының ауызекі сөйлеу тіліне негізделуі, дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстардың қазақ тіліндегі сипаты, орыс тілінен енген таңбалардың, әріптердің қазақ тіліне жасаған зиянды ықпалы туралы жазылған жұмыстары бүгінгі таңда әсіресе мынау егемендік алған тұста өзекті болып отырғандығында ерекше айтқымыз келеді. Одан бөлек қазақ диалектологиясына еңбек сіңірген, қазақ әдеби тілінің тарихын зерттеуде еңбек еткен Хасан Кәрімұлының зерттеулерінде ерекше атап өткім келеді. Мұнда Хасан ағамыздың қазақ диалектологиялық ерекшеліктерін зерттеуі, оның қазақ әдеби тіліндегі өзіндік терминдерді қазақшалауы, қосынды сөздерге қатысты жаңадан термин жасауы, бұл біздің кафедра тарихында өзіндік белесі бар ғылыми жұмыстар екендігін ашық, анық көрсете алады.